Менімен жүр, I don't like Hollywood. Сенің жаныңда менде бәрі very good. Қуаныштан секірдік өміріміз бұту. Жүрегімде мәңгі сақталады made to do. Мен Аладдин керек етпейтін клем. Жүрегіңе жолды навигаторсыз білем. Ханшайымым болама ханзадан. Тәп-тәтті мезуімнен балтымға. Еш менің қысыма жібер жаттың бесіна. Біле қане сұлу бике. Ойлаш, тамадым да. Ойлаш, мен музыкантпын. Ойлаш еще дейтін, бір күнде от шектің бих істеп алғансың. Малау, ойлаш соны бір күнде құрып тастадың ғой бәрін. Енді демалмағалы көп болды ғой досым. Бәрі ақшаға тіреліп тұр ма демалуың не? Енді Қазақстанда ақшаң болмаса демалмайсың ғой. Қойшы, конкретный тойға дайындалу керек. Түсінбедім. Мал базарға неге қасыма еріп бара жатсың, бір малда бірдеңе түсінетін құсап? Түсінем, неге түсінбеймін? Мал жақсы таңдаймын ғой, сен де удачын таңдаған жоқпын ба? Мәш! Онда мен жыланнан қорықпаймын. Жылан не? В смысле жылан? Сол жыланны алып берген машинасымен айдап жүрсің, есі чо, білесің ба? Иә, күндіз машинасын айдайым, түнде жыланның... Болды. Давай. Алло. Саламатсыз ба? Сіз тамадасыз ғой, е? Саламатсыз, я тамада. Қуаныштымын. Мен Қайыржан шоу балетінің жетекшісі едім. Сіздермен бірге жұмыс жасасақ қалай қарайсыз? Давай, қарындасым мен болып, аттарыңыз мощный екен бірашы. Маған WhatsApp-қа фотоларын жіберіңіз, мен қарайын. Анау адаммен жұмыс жасамаймын мен негізі. Жарайды. Опа, сразу что ли? Что там? Бір берем дегендей қуандың ғой? Берем сен форчикадан берем деген рас екен ғой. Білмеймін, форчикадан беріп көрген жоқпын. Қош сен, ойлайтын осы постоянно, не от, пеш көрсетші? Қара, пеші қыздар жазып отыр, бірге жұмыс жасайық дейді, әдемақты. Номерімді алып қиналған жоқпыз. Неге тамада болмадық баяда, де? Беш, көрейін, сөйлесейін. Қойшы, маған жазды ғой конкретно, араласпа. Сен баяда білесің бе, 7-ші класста бір баланың басын жыртып, мақаны келіп, классын ұшу болғанда мен вообще араласқан жоқпын ғой. Сен қуасың ба? Мұнаң мен вообще келіспейді ғой мына ситуацияға. Тем более сайтта сенің ғой номерің тұрған. Дұрыс қой, мен тамада менікі тұрады ғой. Ема, азы постоянно өсесің сен бар ғой. Ана қызың бар ғой, сол тойға бола сені ертең басыңды айналдырып, жүрегің жаралап, соңында лақтырып кетсін, түсінің ба? Сен қарғысың апасың негізі бар ғой. Давай конкрет келсек, қата басқа бір жазса, сен сөйлесесің. Да? Серьезно ба? Сенің қондың там как будто Кәмшат Жолдыбаев сындырған адамсың. Кәмшат Жолдыбаеваны сындырмасам да, сен сындырып отырмын ғой жемінде. Кетші ғой, қомыш. Болды. Сіка, айттым ғой, әкел. Қомыш ей. Не сөзіңнен секіріп атсың, бешеш енді? Қарашаш ей, кім өті, қарашаш бірінші. Ой, маған кен, сәлемай. Алло, мам, сәлемет қалайсыздар? Что там, бауыр? Малдың еш шығып тұр ма? Беріп тұр бұлай. Мал базар емес па енді? Мына емшегі зор екені түсіп бере ма? Жоқ, бүйтет та йогурт қылып тастайды. Что там, ұнап тұр ма? Нормально бұлай. Екеуін өзіңе салып алшыш. Інім, қанша сұрап тұрсың? Сіздің келіншегіңіз ба? Жоқ, жездесімін. Осы осындай жақсы мен бля, молодецсің. Бір соска қыз звондап, музыканттың номері бар ма деп сұрап, екеуміз таңға дейін сөйлесіп, бақыт болып кетсек қой. Мамка қашан болады екен, Так, ет дайын. Молодецсің ғой, молодец. Енді тойға дайындалу керек. Алдында ғана дайынмын деген жоқсың ба? Ой, Полин, онымен алып тұрсын. Құдаға дұрыс шапан алған жоқпыз. Айғар болсын. Ой, ұмытып кеткенбіз, не болды? Қойша! Вообще мен сендерді түсінбеймін.
Адам сериал қарап біреудің өміріне қызыққанша, өзіңнің өмірге де бір қарап көрсеш. Сол сериалды біреуге қараған жоқсыз ба? Мен қарасам менің шарбам түкейіп. Харам. Доча не істейік? Сериал қарап отқан. Телевизор өшіп тұрған жоқ па? Қарап отыр. Ой, Кемалды арасында, маған қыз емес қой. Өліп қаласың онда. Осы қызын бос жұмыс жасаймын. Ойымда байды ұзатылып отырмау деп. Как будто сені ұзатып отқан сияқтымыз. Или сені ұзатып жібереміз ба? Қыртымаш. Қыртыма. Сол екеуіңнің шаруаларың түгел. Түгел жүрген. Түгел. Түгел ма? Түгел болса мен саған шаруа тауып беремін онда. Ана адамдардың бәріне қонақтарға звонда. Кім келеді, кім келмейді. Звондамай. Шақырылған қонақ келеді. Келмесе атасының әрі. Келмесе ресторанға босқа ақша төлейміз ба не? Звонда деп саған. Звондамай. Звонда. Қайреке, ассалаумағалейкум. Енді бұйырса той келесіңдер ғой. Сәке, мен түрмедемін ғой. Ой, бля, нағыл дейді тағы. Енді бұйырса енді шілдехана, сүндет той, тілашар бірдеңеге кел енді, оған дейін шығарсың. Давай. Ой, бля. Алло, Сәлімбет құдағай, қалай, амансыздар ма? Бұйырса той келесіздер ғой енді. Құда, Сәкөнайдың тойы ма? Бұйырса 14 күннен кейін ғой, барамыз ғой, Жезқазған деген мына тұрған жер емес па? Құдағай, сен мен точно танып тұрсың ба? Мен Ақтөбедегі құдаңмын ғой. Нурик, что там, коллективтің санын шығардың ба? Сразу барлықтардың подаркасын жинап ал. Ана Жасиктен де ал. Жасик деген комада жатыр ғой. Нихуя себе. Мен оның тойына 50 мың бердім. Әйелінен болсын алып ал. Алло, ассалаумағалейкум Сәбит Болатұлы. Бұйырса қызыңыздың ұзатылу тойы. Қалып қоймаңыз Сәке, төр сіздікі. Төрде сіздің есіміңіз жазылып тұрады да, астында жастардың есімі жазылып тұрады. Бұйырса күтеміз Сәке. Класстас, ертең араққа тойып алып картоп жару жоғынан баяғыдағыдай құдағаймен күресем деп. Тем более осы жолы құдағай борец, құлағы пилмен айырып жібереді. Так что қысатын жеріңді қысып, адам құсап келіп, адам құсап кетіңдер. Давай. Алло, сәлеметсіз бе, азаматсыз ба? Қазақстан Республикасының азаматын тыңдап тұрмын. Сізге тойға әншілер керек емес па? Керек әрине, жаным сол. Сен күміс даусыңнан ақ көрініп тұр ғой, маған керек екен. Сен былай қыл, сен менің номерімді жазып ал, соған фото, видеоларын жібер, сосын бұйыртса хабарласамыз. Болды. Че там? Нормально ма? Тезет жіберсе екен енді. Осы жетіп қалып, тақи жетпей қалматса, ресторанға бір қой аларыңыз. Жем, ағам тойлар ұқты орын. Нағашы, ассалаумағалейкум. Рахмет, қош келіп жатсың. Ет сал, нағашым кет, жүр төрден. Қалай амансыңдар? Той құтты болсын. Бөле. Оның төре, жүрген жері море. Ертең тойымды көтермесек пошел моне. Давай шеш, ет сал, бөле кет. Красавчик, қош келдің, қалайсың? Ақ көрші, қуаныш құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңдер. Қатын ет сал. Тұғанақтар көршілерің келіп жатыр, келіңіздер, төрлетіңіздер. Сәке! Ал, той құтты болсын. Рахмет, қош келдіңдер, қош келдіңдер. Естіген бойда келіп жатыр. Мынау кім тағы? Танымай ба, ет, салшы. Кел, төрден келген екенсің, давай, кел. Қош келіп жатсыңдар, бірден соң бір құтты болсын айтып келіп жатсыңдар, әйтеуір, ризамыз. Рахмет енді оның бәріне. Мә, ет бітіп қалыпты ғой. Жинал, мал базарға барамыз, ет алып келеміз. Сен кім едің? Күте тұр, қазір келеміз. Кетіп жүр. Мен еліңді алып, бүйсоқымды алып, пышағымды алып. Жаңа сізбен әнші бойынша сөйлесіп едім. Міне мынау менің ұлым. Той болып жатса шақырыңызшы, я?
Ұлыңыз ба? Жарайды. Жақсы. Керек десеңіз әндерін жіберейін, тыңдап көріңіз. Даусы жақсы баламның. Все. Балам жарыстарда орын алып жүр. Қойшы, Жарайды, жіберіңіз, аха. Қой аламыз, қой. Кел, братан, любой қой бар, түр-түрін топ берем. Бауырым, бір андай қой бар ма? Бір басын өйткен кезде, бір мәз болып тұратын бір. Өмірде қиыншылық көрмеген, Құданың алдына апарып қойған кезде ырза болып тұратын қой бар ма? Мә? Ондай қой бола ма не? Өзің білесің бе, любой қой бар деген? Может, корову купим? Сиырлар қаншадан болып жатыр? 400 мыңнан. Ема, сиырлар сенен қымбат болып кеткен ба? Баяғыда мен сенің ана сүтіне 150 мың теңге бергенмін ғой. Оттамашы. Не, сиырлар саған бала туып бере ма? Әлде үйін жинап бере ма? Бүкіл малдың көзінше жер қылып мені. Нормально ғой. Зато малдың көзінше ғой. Сен мен достарымның көзінше мал қыласың ғой. Ой, біздің байдың қолынан да келмейді. Пышақ қайралмаған. Мусор төгіп берем, тамағын пісіріп берем. Завтрак, постель. Не керек саған ордан? Какая разница? Бәрібір достарыңда мал ғой сенің. Қыртыма, тастап кетем мына жерге. Аға, жүрсеңіздер, сиыр іздеп жүрсіздер ме әлі? Жүріңіздер. Сиырың сиеміз бе? Жүріңіздер. Рахмет сізге. Тамада үйімде? Әшейін тамадылар ғой. Неге олай дедіңіз? Обычно тамадылар не алатына қарай біле беруге болады. Әшейін арзан тамадылар дизе алады. Орташа тамадылар горел алады. Ал қымбат тамадылар Red Bull алады. Ал енді салмақты элитный тамадылар қанғымыз алады. Новый соқтар келді ма не? Қай қолайын алады? Ет те қымбаттап кеткен екен. Ойбай, баға деген ұшты.